Саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз комплекс сандар жиынын тарауын әрі қарай жалғастырамыз. Комплекс санның квадрат түбірін табу. Алдымен өткен сабаққа бір шолу жасап өтейік. Комплекс сандар жиыны z тең болады x плюс y түрінде беріледі. Яғни бұл комплекс санның алгебралық түрде өрнектелуі. Және комплекс сандар жиынын с әрпімен белгілейміз. Мұндағы x дегеніміз бұл нақты бөлігі деп аталады, ал y дегеніміз жорамал бөлігі. Сонымен қатар y квадрат тең -1 қатынасын қанағаттандыратын жорамал сан болып табылады, y саны. Мысалы, z тең болады 5 плюс 7y комплекс саны берілсе, мұндағы 5 дегеніміз нақты бөлігі, ал 7 дегеніміз жорамал бөлігі болып табылады. Сонымен қатар өткен сабақта біздер комплекс сандарға амалдар қолдануды танысқан болатынбыз. Яғни комплекс сандарды қосу, азайту, көбейту және бөлу. Енді басқа нақты сандар жиынындағыдай нақты сандар жиынында кез келген санның, яғни квадрат түбірін таба алатын едік. Бірақ ол квадрат түбірін табу үшін ол сан оң болу керек. Теріс саннан біз квадрат түбір таппаймыз. Яғни оның шешімі болмайды. Ал комплекс сандар жиынында кез келген санның квадрат түбірін таба аламыз. Енді комплекс сандар жиынында жаңа айтылғандай y квадрат ол -1-ге тең. Сондықтан комплекс сандар жиынында теріс санның квадрат түбірін таба аламыз. Мысалы, -1-ден түбір табатын болса, -1 дегеніміз ол y квадратқа тең. Y квадраттан түбір табатын болса, яғни плюс-минус y-ге тең. Ары қарай -16 берілсе, -16 санының квадрат түбір табатын болса, мына жерде -16 дегеніміз ол -1 көбейту 16-ға тең. 16-дан түбір табатын болса, 4 болады, яғни плюс-минус 4, және -1-ден түбір табатын болса, ол y-ге тең. Сонда плюс-минус 4y. Яғни 4y болады, және -4y. Сол сияқты -81-ден табатын болсақ, түбір ол плюс-минус 9y-ге тең. Енді комплекс санның квадрат түбірін табудың формуласын қарастырайық. Мысалы, түбір астында a плюс vi комплекс саны берілсін. Бұның түбірін табу үшін, егер v 0-ден үлкен болған кезде келесі формула қолданылады, ал егер v 0-ден кіші болса, яғни теріс болса, мына формула қолданылады. Енді біздер мысал қарастырайық. Мысалы, мынадай комплекс сан берілсін. Үш минус 4y комплекс санның квадрат түбірін табайық. Мұнда берілгені бойынша a 3-ге тең, ал v -4-ге тең. Яғни v теріс сан болғандықтан біз мына екінші формуланы қолданамыз. Сонда 3 минус 4y-ден комплекс санның квадрат түбір табатын болсақ, плюс-минус ары қарай a квадрат плюс v квадрат. 3-тің квадраты плюс -4-тің квадраты. Осыдан түбір табамыз формула бойынша, плюс a плюс 3 бөлінген 2. Енді осыдан түбір табамыз. Ары қарай минус y түбірдің астында бөлшек a квадрат плюс v квадрат. Мына жерден есепте қояйық. 9 плюс 16, яғни 3-тің квадраты плюс -4-тің квадраты. Минус 3 бөлінген 2 формула бойынша. Ары қарай тақшаны жағамыз, енді есептейік. Мына жерде 3-тің квадраты 9, -4-тің квадраты 16, қосындысы 25, 25-тен түбір табатын болса, ол 5-ге тең. Сонда 5 плюс 3 бөлінген 2 түбірдің астында.
минус, ары қарай есептейміз, минус и көбейту түбір астында 5 минус 3 бөлінген 2. Жақшаны жазамыз. 5-ке 3-ті қосамыз 8, оны 2-ке бөлеміз 4. 4-тен түбір табатын болсақ 2 кетеді. Минус 5-тен 3-ті аламыз 2, 2-ні 2-ке бөлеміз 1. 1-ден түбір табатын болсақ, ол 1-ге тең. Сонда 1i. Ол i-ге тең. Сонда 3 минус 4i комплекс санынан квадрат түбір табатын болсақ, ол тең болады плюс минус 2 минус i-ге.